қош келдіңіз бізге. Біз сізді көргенімізге қуаныштымыз. Биыл жастар жылы деп жатырмыз. Және де қазір сол жастардың отбасы құрып, бір өнегелі отбасы болып, жақсы өмір сүріп кету өзекті мәселе болып отыр. Енді сізді біз естиміз, 4 баланың үлгілі қамқор әкесі деп. Енді сіз бұл өмірде осындай міне жоғары деңгейде күрделі салада басшылық орында отырсыз. Отбасын, жақындарыңыздың, жарыңыздың орны қандай? Әңгімелеп өтсеңіз. Енді ол отбасының орны өмірде үлкен ғой адамның. Адамның қалыптасуы, одан кейінгі ары қарай дамуы, соның бәрі отбасыға байланысты. Бірінші кезекте әрине ол әке-шешенің рөлі. Әкеміз бен шешеміз ол кісі көздері ашық, жаңағы ауыл шаруашылығында аудан деңгейлерінде сондай бір қызмет атқарған кісілер. Ол кісілер сол ең басты берген мотивациясы ол тек қана алға білім алу, ұмтылу, жаңалыққа ұмтылу, сондай бір жақсы өмірге бір фундамент жасап берді, сондай бір. Екінші мәселе әрине ол адал өзіңе жар табу, ол да бір үлкен мәселе. Енді Құдайға шүкір, сол жарымызбен кездестік, дәм-тұзымыз жарасты, әке-шешелеріміз кездесті. Сондай қазақи ауылдық жерден шыққан тәрбиелі бір отбасының қызына үйлендім. Енді әрине біз бастапқы кезде өстіп басшы болып аспаннан түскен жоқпыз ғой. Өмірді бастағанда ауыртпашылықтар көп болды. Жаңа пәтер жалдап тұрдық, анда бардық, мұнда бардық, күні-түні жұмыс істедік дегендей. Оның бәріне әрине, соның бәріне шыдап, жаңағы қиыншылықтарды бірге бөлісіп, қолдау көрсетіп, сөйткеннен кейін ғана адамда мотивация пайда болады, алға ұмтылады. Одан кейін арт жаққа қарайлай бермейсің, тек қана алдыға жүресің. Сондықтан бұл отбасының адам өмірінде алатын рөлі өте жоғары. Одан кейін ол өзіңіз білесіз, бұрын кеңес одағы кезінде де отбасы жоқ адамдарды басшылық қызметке тағайындамайды екен. Себебі ол деген яғни ондай бір өмірдің бір елегінен өтпеген деп есептелінеді. Сондықтан қазығы жоқ адам ат сияқты болады да. Содан кейін, Құдайға шүкір, сол 4 бала-шағамыз бар, анамыз көз тірі қолымызда, жаңағы жұбайым бар. Құдайға шүкір, 4 құбыламыз түгел деп соған шүкіршілік айтамыз. Әйтеуір балаларымызға да мотивация береміз солай. Білім алыңдар. Инвестицияның ең бастысы ол өзіңе жұмсалатын инвестиция деп. Соны үйретуден жалықпаймыз. Өзіңіздің балалық шағыңыз туралы, туған жеріңіз жайлы бір айтып өтсеңіз. Балалық шағым, шынымды айтсам, бірнеше ауылдық жерлерде өтті. Өзім негізі туған жерім жаңағы бұрынғы Талдықорған облысы, Кербұлақ ауданы деген жер бар, Сарыөзек деген ауыл бар. Сол ауылда тудым. Кейінгі жылдары жаңағы Алматы облысының Шелек ауданына көшіп келдік әкемнің жұмыс барысымен. Одан кейін жаңағы қайта құру заманы басталып, кеңес одағы ыдырай бастап, бір шайқалып жатқан кезде әкем шешім қабылдады, мен өзім туған ауылыма қайтам деп. Ал негізі жаңа ата-бабамыздан кіндік қанымыз тамған жер ол мына Еңбекшіқазақ ауданы, Алматы облысы. Таудың баурайында Көктөбе деген ауыл, сол Еңбекшіқазақ ауданында. Негізгі балалық шағым сол әр жерде өтті Алматы облысының. Талдықорған облысында, Алматы облысында, бүгінгі күні бәрі Алматы облысы ғой. Соның әр жерінде өтті. Дегенмен өзі кеңес үкіметі ыдырай бастағаннан кейін ауылда кішкене білім саласы тоқырай бастады. Сол кезде мен әке-шешем жасаған бір үлкен бір шешімі өмірлік. Ол мені Алматы қаласындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын республикалық мектеп-интернатқа сол жаққа жіберді. Енді ол интернатқа түсу өте ауыр болды мен үшін, өйткені былайша айтқанда ауылдық мектепте үздік оқып, елдің алдыңғы қатарында жүріп, ол интернатқа барған кезде республикалық мектеп-интернатқа 9 сабақтан емтихан тапсырдық.
өте бір үлкен бір масқара конкурс болды. Содан әрең дегенде сол интернатқа түстім. Бірақ ол республикалық мектеп-интернаттың берген үлкен бір мектебі, ол біріншіден өз-өзіммен, өз басымды өзім сонау бір 15-16 жастан бастап алып жүретін мүмкіншілік болды. Екіншіден, жаңағы көптеген достар таптым. Қазақстанның түкпір-түкпірінен. Қазақстанның барлық облыстарынан жігіттер болды. Барлығымыз бір бөлмеде жаттық. Былайша айтқанда 90-шы жылдардың басында бір нанды бөліп жедік, интернаттың нанын. Одан кейін бірге таяқ жедік, бірге қыдырдық, бірге ойнадық деген сияқты. Сондай бір қызықты кезең өтті. Бірақ ең бастысы бұл жаңа білімнің, одан кейін өмірлік жаңағы тәрбиенің фундаменті болды. Соны бір жағынан әке-шешеме де рахмет айтамын, сондай бір шешім қабылдағанына. Бұл енді былайша айтқанда өте маңызды шешім. Мысалы, қазір өзіміздің бала-шағамызды алып бір жерге жіберудің өзі ол үшін бірнеше рет ойланасың ғой. Сондықтан мен түсінемін, ол қаншалықты қиын шешім болған. Бірақ дегенмен ризамын, өте сондай бір жақсы мектепте оқыдым. Оқып жүргеннің өзінде де сол ауылға келіп кетіп жүретінбіз, апта сайын, жаңа достарым да келіп жүрмін. Яғни мен балалық шағым ауылдармен өте тығыз байланысты, ауылдың жерлі өстім. Сондықтан ауылдық жерде өскендіктен шығар, мүмкін әлгі алға ұмтылу, басқа да мотивация көбірек дамыған. Ауылды сақтап қалу керек. Сол өзінің болмысымен, өзінің мүмкіншілігімен, жаңа тәрбиелік мәнімен. Ол біз үшін өте бір жақсы құндылықтарға бағыттайтын бір жақсы бір өзіміздің бір құндылығымыз деп ойлаймын. Мінезіңіз қандай сіздің? Сол балалық шақтағы мінезіңіз және солай қалды ма, әлде одан кейін өзгерді ме өмірдің кезеңдеріне байланысты? Өмір кезеңдеріне байланысты өзгереді ғой енді, мінез бір қалыпты қалмайды. Дегенмен бала кезден қалыптасқан нәрсе ол дегенмен қалыптасады. Оны өзгерту мүмкін емес. Коррекция жасалынады әрине мінезге. Кейбір жерде ұстамдылық пайда болады, жас өте келе, қызбашылық кішкене азаяды, әр нәрсеге түсінушілік көбейеді. Бірақ дегенмен негізгі мінез қалады ғой. Енді мінезім жағынан енді өте ашықпын, достарым көп, көпшілмін, жалғыз жүре алмаймын, достарымыз деп тұрамыз. Енді ол қарапайымдылыққа мен өзім баға бере алмаймын, қаншалықты қарапайым екенімді. Бірақ жаңа көпшілдігім сондай бір адамдарды жұмылдыруға, бір жақсылықтарға шақыруым кеп сондай нелер бар. Сондай бір жақсы бір қалыптасқан мінездерім бар. Дегенмен адамда коррекция болады бәрі өмірдің кезеңдері өткен сайын. Балаларыңыз өсіп қалды ма өзіңіздің? Оларды қалай тәрбиелейсіз? Олар қазір енді қалада тұрып жатыр. Иә, сол өзім бала-шағама қарап баяғыда Алматыда қалада өскен сыныптастарым есіме түседі. Өйткені көп нәрселерді олар енді мысалы ауылда өспегеннен көп нәрселерді байыбына біле жете бермейді. Бірақ енді балаларға бәрін көрсетуге тырысып жатырмыз. Сол ауылда да ауылдың құндылықтарын енді балаларға тәрбие бергенде көбіне сол отырып сөйлесіп, ақыл үйретіп, әр нәрсені айтып беріп, одан кейін жаңа сабақтарына көмектесуге тырысамын. Сондай бір барынша уақыт бөлуге тырысамын сол балалармен. Ең бастысы балалармен әңгімелесу керек, сөйлесу керек, ұғынықты қылып жеткізу керек. Өз позицияңды осы ең басты нәрсе деп ойлаймын. Жұмыс пен жеке өмірді үйлестіру қаншалықты мүмкін сізде? Бір лайфхактармен, бір кеңестеріңізбен бөліссеңіз, түсінгенім жұмысқа көп уақыт кететін шығар. Енді осындай күрделі салада жүрсіз. Енді мынау осындай басшы қызметте істегеннен кейін уақыт жағы өте тығыз. Көп уақытты отбасыға бөлу жағы қиындау. Дегенмен сонда да жаңа уақытты бөлуге тырысасың. Енді тайм-менеджмент жағынан айтатын болсақ, уақыттың құлы болмау керек, уақытты басқаруға тырысу керек, ең басты принцип. Одан кейін жаңағы
енді мен негізгі былайша айтқанда басты күн тәртібім ол ерте тұру. Ерте тұрам. Одан кейін жұмысқа дейін спортпен шұғылданып үлгерем. Одан кейін жұмыс барысында кездесулер болса, көбіне сол офисте тағайындауға тырысам. Енді кешке көбіне сол отбасыға бөлуге тырысам күнделікті. Бірақ енді кейде жұмыста болады, өте кеш шығып қаламыз. Дегенмен сондай нәрселер бар. Одан кейін демалыс күндері көбіне сол отбасымен өткізуге тырысам. Жаңағы бір жаққа бірге шығып қайтамыз, жаңағы барып қайтамыз, қаланың сыртына барсақ та, жай ғана киноға барсақ та. Қазіргі енді балалардың басты проблемасы ол кітап оқу. Кітап оқуға мүлдем жоқ. Сондықтан жаңағы оларды жаңағы стимул жасау мәселесі, мотивация жасау мәселесі көбіне сол кітап оқысаң былай болады, кітап оқысаң анандай болады. Кейде бір кітаптардың қысқаша мазмұнын айтып берем. Осыны оқысаң өте қызық деп рекомендация беріп отырам. Сондықтан енді былай беталыстар жаман емес. Өйткені анау айтады ғой, телевизор көргендер ертең кітап оқитындарға жұмыс істейді деп. Ол бір өте үлкен нәрсе. Одан кейін өзім өте көп кітап оқимын, бірақ уақыт тапшы болғандықтан жаңағы жылдам оқу методикасын қолданам. Өзім арнайы курстардан өттім, соң қайта өзімді өзім жаттықтырам сол жағынан. Сол арқылы әйтеуір біраз кітаптарды оқып үлгерем. Енді көркем әдебиетте өйтіп жылдам оқу мәселесі көп ондай методика келе бермейді. Көркем әдебиетті сондықтан өзі оқимын. Бірақ енді Құдайға шүкір, бірақ жаңа бала кезімізде андай арнайы мектепте оқығаннан кейін сол мектепте әйтеуір бір жағынан мотивация жасап, бір жағынан мәжбүрлеп көп кітап оқытатын. Соның арқасында өте көп көркем әдебиет кітаптарын оқып тастадық. Сондықтан қазіргі кезде сол анда-санда шыққан бір жақсы құнды дүниелер болса, соны оқуға тырысам. Ал негізгі оқитын әдебиет сол жаңағы іскер саладағы әдебиеттер, техникалық әдебиеттер, сондайлар көп оқуға тырысам. Жаңа шыққан неше түрлі идеяларды. Бірақ жаңа бала шағама ең бірінші айтатыным сол көркем әдебиетті оқытуға тырысам. Қазақша да, орысша да әртүрлі классикаларды оқуға рекомендация беріп, кейде түсіндіріп берем. Мысалы, көбіне қазақ тілінде жазылған ауыр кітаптар болады, мысалы, жаңағы өте көркем сөз жағынан өте ауыр. Сондай кітаптарды түсіндіруге тырысам, сюжеттерін түсіндіруге тырысам. Сөйтіп жұмыс істейміз. Енді барынша уақыт бөлуге тырысам, бірақ кейде байқайсың, уақыт отбасыға бәрі жеткілікті емес деп ойлаймын өзім. Демалыс күндері телефон шалса көтересіз бе? Мысалы, түнде мазалауы мүмкін. Енді жұмыстың спецификасы сондай ғой. Кейде аяқ астынан нәрселер болып қалады, шұғыл нәрселер болып қалады. Сондай кезде әрине телефонымыз 24 сағат қосулы. Одан кейін жаңағы қазір неше түрлі желілер бар ғой, жаңағы WhatsApp бар, не бар. Сол жағынан жаңағы информациямен ауысу өте жылдам. Сондықтан сондай жиын байланыста ылғи тұрақты түрде байланыстамын.